Баршаңызға сәлем. Бүгін ашытқысыз, содасыз осындай жұп-жұмсақ шелпектер дайындаймыз. Ең алдымен каналға жазылып, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Және видеоны соңына дейін қараңыздар. Шелпек дайындау үшін бізге қажет заттар: сүт, 2 жұмыртқа, 2 ас қасық қант және 1 шай қасық тұз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін аз-аздан ұн салып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр осындай жұп-жұмсақ болуы тиіс. Енді пакетке салып 1 сағат демалдырып қоямыз. Енді дайын болған қамырды бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде осы рецепт бойынша 14 шелпек шықты. Шелпектерді бір келкі жұқа етіп жаямыз. Дайын болған қамырды қызып тұрған майға салып, 2 бетін қызарғанша қуырып аламыз. Бұл шелпектер жұқа болғандықтан өте жылдам піседі. Майын сорғытып аламыз. Сосын қалған шелпектерді де дәл осылай пісіріп аламыз.
Шелпектерді осылай жайып суытамыз және жылы кезінде пакетке салып орап қоямыз. Сол кезде шелпектер қатып қалмайды. Видео ұнаса лайк басып, төменге пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.